Пайғамбардың оған Алланың сәлемі және игілігі болсын. Тахаджуд намазында жасаған дұғасы. Иә Алла тағала, менің жүрегімді өзгеше рахымыңмен тура жолға сал. Менің ісімді оңай қыл, қайғымды кетір. Мен жоқ жердегі істерімді оңда, алдымдағы посып тұрған істерімді жоғары қыл. Амалдарымды да ел көрсін дегеннен және ширктен таза қыл. Менің жүрегіме пайдалы сөз сал. Мен нені жақсы көрсем соны бер, жаман істен сақта. Я Алла тағала, маған сондай иман, сондай терең яқин сенім бер. Одан кейін ешқашан және ешқандай күпірлік болмасын. Маған сондай рахымыңды түсір. Оны менен дүниеде және ақыретте сый құрметке жетейін. Я Алла тағала, шейіттердің дәрежесіне жететін, дұшпандарға қарсы тұра алатын жәрдемге ие болатын ақиқат шешімінді сұраймын. Я Алла тағала, барлық қажет мұқтаждықтарымды саған айтам. Менің ақылым әлсіз, амалдарым шикі, және мен сенің рахымыңа мұқтажбын. Иә, істерді оңдаушы, жүректерге шифа беруші, дарияны құдіретіммен бір жағын дәмді, екінші жағын дәмсіз қылып бөліп салғандай, мені тозақ отынан сақта, және адам көрген кезде өлімді армандайтын күннің азабынан сақта, және қабір азабынан сақта. Я Алла тағала, менің ақылым жетпеген, амалым жетпеген, ниетім жетпеген, бірақ сен өзіңнің қандай да бір пендеге бұйырғандай, не басқа бір пендеге бермекші болған жақсылықтарды маған да бер. Я әлемнің патшасы, мен де соны қалаймын, сенің рахымың арқылы соны сұраймын. Иә, уәдеге бекем тұрушы және жақсы істердің патшасы Алла тағала, азап күні тыныштық сұраймын. Мәңгілік күні сенің жаннатында саған жақын болған пенделеріммен бірге болуды сұраймын. Олар сенің алдында руку сәжде қылушылар, уәдесінде тұрушылар. Сен өте мейірімді және сүйушісің. Сен нені қаласаң қылушысың. Я Алла тағала, бізді тура жол тапқан және басқаларға тура жол көрсеткендерден қыл. Өзі адасқан және басқаларды адастырғандардан қылма. Сенің достарыңмен дос болайық, сенің дұшпаныңмен дұшпан болайық. Кім сені сүйсе, біз сенің сүйгеніңмен оны сүйейік. Кім сені жек көрсе, біз оны сенің үкіміне қарсы шыққандықтан жек көрейік. Я Алла тағала, бұл менің дұғам, қабыл ету сенен. Бұл менің әрекетім, өзіне тәуекел еттім. Я Алла тағала, менің жүрегіме, қабырма, алдыма, артыма, оң жағыма, сол жағыма, үстіме, астыма нұр төсе, және де құлағыма, көзіме, шашыма, денеме, етіме, қаныма және сүйегіме нұр бер. Я Алла тағала, менің нұрымды үлкен қыл, мені нұрға толтыр. Мәртебеге лайық пәкзат, оның үкімі мәртебелі, пәкзат, ұлықтыққа киінген, мейірімділікті танытқан ол кемшіліктен таза зат. Одан басқа мақтауға лайық зат жоқ. Мейірімділіктің және жақсылықтың иесі пәкзат. Құдіреттіліктің және ұлықтықтың иесі пәкзат.